Ораза ұстаған адам ғана жұмаққа кіреді, намаз оқыманың бәрі тозаққа кіре ме? Бұл дін емес. Анау сахаба былай деген, мынау сахаба былай деген, кейде мен өзімді айтамын, осы сахабалардан шаршаттыңдар ғой сендер. Москваның биі деген Дұрыс. биі бар екен. Бар. Ол енді қаншалықты Ақша деметкен адам бұл би болмайды. Одан кейін мысалы үшін өлеңге таласқандар болды. Өнерге өлеңге мынау менің әнім еді, мынау менің өлеңім еді, бәлені алып қойды. мен жаназамыздың өзі тойға ұқсап кетіп. Алма, алмұрт, жүзім, мейізін бәрін көшіріп тойға кейін өкіртіп. Сіз сол істен ләззат аласыз ба әлде күйінесіз бе? Ой, имамның несі бар екен, оны басқа жұмыс алмағанда енді біздің дастарханымызды билей ма? Сізді жылататын не нәрселер көбінесе? Үкімет заң тарапынан, мысалы үшін тілге деген әділетсіздік. Павлодар болып отырмыз. Әлі күнге бізден сұрады ма? Балконда қылти ма? Анаға фонтанды шаптырма деп, какая разница деп сөйлейді. Анау не дейді, мынау не дейді? Көңілшек болам деп балам көршіме тартып кетті деген. Оған қалай жыламайсың? Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгін бізде жаңа подкаст, жаңа түсірілім және осы жаңа подкастымыздың ең алғашқы қадірменді құрметті қонағы ақын, сазгер, Қазақстан Республикасының білім беру ісінің үздік қызметкері, халық мұғалімі, тіл жанашыры, Талғар ауданының құрметті азаматы және Алматы облысының бас биі Кәмнұр Тәлімұлы ағамыз. Аға, енді өзіңізді бірнеше жылдан бері жақсы танимын. Өзіңізді көненің көзі, асылдың сынығы ретінде бағалаймын. Ұлт үшін, ел үшін, жер үшін, оның сыртында дін үшін істеп жатқан қызметіңізді білеміз, халық та біледі. Сондықтан өзіңізді бүгін арнайы осы шақыртуымды қабыл алып, өзіңіздің үлкен басыңызды кішірейтіп, осы подкастқа, жобамызға қолдау білдіріп келіп жатқаныңызға мың алғыс. Қош келдіңіз аға. Жалпы аға, жағдайыңыз қалай? Қазір зейнет жасындасыз, зейнеттің бейнетін көріп жатсыз ба? Отбасыңыз, бала шағаңыз қалай? Жалпы өзіңіздің қал жағдайыңыздан бастасақ. Құдайға шүкір, Аллаға тәуба дейміз. Мұнда бір ел үшін еңбек етсең, халқың сені құрмет етер, халқыңға да қызмет етсең, созған қолың көкке жетер дейді. Зейнеткерміз деп, зейнетімізді көрейік деп жатқанымыз жоқ. Әйтеуір шақырған жерден қалмаймыз. Жинаған тәжірибемізді, білімімізді, ойымызды, соны келешектің кәдесіне жарату үшін әйтеуір өздерің сияқты азаматтар көзі қарақты, ойы орамды, өресі биік ұл-қыздарымыз Құдайға шүкір баршылық қой, солар шақырып жатады, соған әйтеуір қалмауға тырысамыз, мүмкін жүргенде уақыт тауып. Кейде уақыт болмай қалады. Осыдан бір 2-3 күн бұрын Евразия студиясы шақырды, менің уақытым болмады, себебі сонда бір тығыз жұмыстардың үстінде болды. Сол сияқты әйтеуір уақыт болса, өз басым қалмауға тырысам. Енді мынау бітірістің басына жақсы келер қасына деп үлкен бір жұмысты қолға алып жатыр екенсің, көрген дұрыс деп. Көрген дұрыс, дұрыс нәрсені көрген дұрыс. Қоғамдағы келеңсіздік танытқан бұрыс нәрсені де көрген дұрыс. Оның дұрысы қайсысы, бұрысы қайсысы ара жігін ажыратып, соған енді дұрыс бағыт бағдар бере білсек, иншалла сын түзелмей, мін түзелмейді дейді ғой. Абай атамыз тағы да айтады, сөз түзел, тыңдаушым сен де түзел деп. Сондықтан да кісіге қарап сөз алма, сөзіне қарап кісін ал. Шын сөз қайсы біле алмай, жаңағы бар жақсылықтан құр қалма дей ма, сондай дұрыс сөз айта білудің өзі қазіргі жаңағы үлкен олжа болып тұр ғой. Қазір көп адамдардың сол мінеу, сынау, күстаналау, ғайбаттау, біреуді көре алмау деген сияқты бір сондай бір келеңсіз нәрселер көп. Сондықтан да дұрыс сөз айта білу. Алла елшісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда бір сөзінде бар ғой, бір-бірің туралы жақсы сөз айтыңдар, тек жақсы сөз айтыңдар. Айтатын жақсы сөзің болмаса үндемегенің өз ілім дейді. Қазақ оны бір ауыз сөзбен айтады, үндемеген үйдей-белден құтылады дейді. Сондықтан да жақсы сөз жарымыз дейді. Сөзде кие бар, сөз құдірет. Сол сөз арқылы тәрбиеледік қой ұрпағымызды. Сөз арқылы жеткіземіз жетістіктің бәрін, жақсылықтың бәрін. Жақсылыққа үндейміз, жамандықтан тиямыз.
осының бәрі сөз арқылы, сөз құдірет. Әге жүрсін ағамыздың сөзі бар, Ерман, сөздің батпан салмағын сездің бұлым, өз сөз өзі кеседі өзі кіндігін. Көздің құнын сұрама, сұрамасаң, алайда сұрау керек сөздің құнын. Қазақ көздің құнын сұрамаса да, сөздің құнын сұраған. Өйткені сөз бұл қару, сөз құдірет, сүйектен өтеді. сөз қамал, қаһарлы сөз қамал бұзады дейді. Жақсы сөз жарымыз, жақсы сөз жан семіртеді дейді. Жақсы сөздің бәрі дұға дейді. Жақсы сөз сөйлесек, ұрпағымызға дұрыс тәрбие сол жақсы сөздер арқылы берсек, бізге бұрынғы өткен бабалардан, ақындардан, жыршылардан, жыраулардан, сонау беріксі мынау алаш арыстарынан, мысалы үшін жаңа Мәшһүр Жүсіп Көпеев, Абай Құнанбаев, Шәкәрім бабамызды қайсысын алсақ та, осылардың тек асыл сөзі, жаңағы ардақты ақыл сөздері, сонау жырау, жыршы, би шешендерден бастап бізге осы тіл арқылы жетті ғой, сөз арқылы. Сондықтан да бұл сөзде құдірет бар дейтіміз сол. Жақсы аға, өте бір кіріспенің жақсысы болды деп есептейміз. Енді аға, жаңағы өзіңіз сөзіңізді айтып қалдыңыз ғой. Жаңа қазақта да бір жақсы сөз бар ғой, көргенімді айтайын ба, әлде естігенімді айтайын ба деп. Енді біздің бұл подкастымыздың мақсаты көрген білгенімізді бұлтартпасыз, бүкпесіз ашып айту, қоғамдағы қазіргі енді сізді мен мына подкастты ойлап отырмын, әртүрлі қырыңыздан таныстырып жатырмыз ғой. Енді бір қырыңыздың өзі бұл подкастқа сыймайды, оны жақсы білем. Енді маған бір қызығы, мына сіз туралы әлеуметтік желіден іздеген кезде мынандай бір қызық мәліметті оқып қалдым. Өзім білмеген екенмін осы уақытқа дейін. Сіз 2005 жылы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының жанындағы жаңағы имамдарды даярлайтын Ислам институтын бітірген екенсіз. Осы жөнінде маған бұл уақытқа дейін осы ақпарат қызық болып жүр, және өзіңізден, өз аузыңыздан білгім келеді. Ол жақта қалайша тап болып, қалайша ол жақты оқып бітіріп шықтыңыз? Ол кездегі мақсатыңыз қандай болды? Әлде бір кездейсоқ оқып қалдыңыз ба? Түсіп қалдыңыз ба? Ол енді білуде мақсат емес шығар, бірақ ол өзімнің жеке, өзімнің ұстанымым. Енді қазақта сөзі бар, дінді білмеген дымды білмейді деп. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тағы да бір хадис ойға түседі. Ғылым дамыған сайын ислам гүлдейді дейді. Біздің мына ислам діні бұл ақырғы дін ғой, ақыр заман діні, ең ақырғы түскен дін. Бұл бүкіл адамзатқа түскен дін. Біз дін десе дір ете қалатындай, шошитындай деңгейге жеттік қой. Ол неден? Біздің діни сауатымыздың жаңағы саяздығынан. Сондықтан да бұл дін Алланы тану, адам тану, өзін өзі тану, Алланың бірлігін, Құранның шындығын, пайғамбардың хақтығын, Алла жолының ақтығын осы дін арқылы білу. Және оны кәдімгідей неше түрлі адасушы топтардағыдай әгі дін десе бізге сақалын ұзартқан, мұртын қырған, балағын кескен, хиджаб деп қойып жаңа қара орамал жамылған, сондайларға кетіп қаламыз. Бұл дін емес, жан. Дін дегенді мен бір ауыз сөзбен айтатын болсам, бұның анықтамасы ер демей, әйел демей, балиғатқа жасы толған, екі дүниеде де бақытқа жеткізетін иллахи тәңірлік заң. Мен сөзді айтып тұрғандай, иллахи тәңірлік өзгермейтін. Бізде заң көп, мысалы парламентте шығаратын, басқа министрлікте шығаратын, басқа да құзырлы органдарда шығаратын заңдар көп. Оның бәрі бүгін болғанмен ертең күшін жоюы мүмкін, өзгеріске ұшырауы мүмкін. А біздің дін соны иллахи тәңірлік заң. Сондықтан да қайдан келдің, не үшін келдің, қайда барасың деген осы үш сұрақтың, Мәшһүр бабамыздың осы үш сұрақтың төңірегінде білсек, сол дін. Ал оны қазіргінде айтып жүргенде 72-ге бөлінеді, анау дін, мынау дін, ваххабизмде де дін дейміз, басқанда дін, ол дін емес, ол ағым. Біз дін менен жаңағы дін еместі ажырата алмай жүрміз. Дінді мына теологтардың, білгір ғалымдардың тіліне жаңа пікіріне сүйенсек, үш түрлі ғана болады. Бірінші дін бұл хақ дін. Хақ, ақиқат, шындық бұл Алла тарапынан түскен дін. Ешқандай өзгеріске ұшырамаған. Бұл біздің қасиетті ислам дініміз. Екінші мұхарраб дін дейді. Мұхарраб дін. Бұл да Алла тарапынан түскен дін, бірақ
мақсатты мақсатсыз түрде адамдардың өзгертуіне жаңағы өзгерту ұшыраған діндер. Мысалы үшін христиан діндерін айтуға болады. Ол да Алла тарапынан түскен. Үшінші батил дін. Батыл емес қазір, батил дейді. Термин бұл діни. Батил дін дегеніміз бұл ешқандай Алла тарапынан емес, адамдардың ойдан шығарған. Міне осындай мақсат түрде шығарған діндер. Мысалы үшін Будда діндер, тасқа табыну секілді. Осы үш-ақ түрлі. Ал қалғанның бәрі жаңағы ұстаным, жол, ағым, секта, оның бәрін біз дін деп айтуымыз дұрыс емес. Сондықтан да біз діни сауатымыз болмағандықтан, дін десе дірілдеп шошып, ана былай емес па, мына былай емес, өзіміз білмейміз де жаңағы күмәнданамыз. Күмән болған жерде күнә болады, сөйтіп күнәға батамыз. А менің мақсатым бір ислам ғұламасы болу, болмаса Абай атам айтқан мақұстым тілсіз тартып өнер шашпақ, наданның көзін қойып көңілін ашпақ деген сияқты бір діни ұстаз болу үшін емес, өзімнің діни сауатымды жетілдіру мақсатында сол 45 жасымда, Құдайға шүкір. Демек сіз арнайы түрде өзім барып, кәдімгі оқып жүріп, мынау кәдімгі қызметім жасап жүріп, сонда жаңағы өзіміздің мына орталық мешіттің жанында жаңағы ислам тану институты, молдалардың білімін көтеру, ислам тану институтында өзім 2 жыл оқып, және оны үздік бітіргенім бар. Ол кезде Нұр Мүбәрак ашылмаған кез болатын. Ең қызығы қазір сол жерде енді керісінше имамдарға өзіңіз дәріс беріп жүрсіз. Оны да көріп жүрміз. Енді мынау салт дәстүр жөнінен, әсіресе мынау біздің қазіргі Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас мүфтиіміз Наурызбай Қажы Тағанұлы Хазірет келгелі, бұл кісі мынау дәстүр сабақтастығын, дінменен, мына дәстүрменен сабақтастығын өте жақсы қолға алып жүр. Оның ішінде ұлттық құндылықтарымызды жақсы қолға алып жүр, отбасы тәрбиесін. Осы жөнінен келгенде мені дәріске шақыратын рас, барып имамдарымыз сұхбаттасып, пікірлесіп, ойымды ортаға салып жүрген жағдайым бар. Енді аға, сөзіңіз аузыңызда осыда бір сұрақ келіп тұрды. Осы қазір имамдарға дәріс беріп жүрсіз, көріп жүрміз, өзімізде біраз жерге сізді шақырған болатынбыз. Енді осы дәріс беру барысында имамдарға қазіргі күнде, қазіргі мына жаһандану заманда қандай мәселелер, қандай жағынан, қырынан бұларға көп даму керек, сол жөнінде де айтып өтсеңіз. Өйткені қазір қарапайым халықтың имамдарға, жалпы дінге деген көзқарасының өзі былай аласапыран болып тұр ғой. Біреу жақсы қабылдайды, біреу жаман қабылдайды. Ана кейбір имамдарымыз енді шыны керек артық қылам деп тыртық қылып дінді жақсы көрсетудің орнына жаман көрсетіп жатқан жағдайлар бар. Енді бұл жерде менің жеке субъективті пікірім, жалпы имам болғаннан кейін бұл дінді де дәстүрді жаңағы айтқаныңыздай екі жақты да бірдей. Одан кейін мына қазіргі болып жатқан жаһандық жаңалықтардан да, саясаттан да хабар болу керек деп мен өзім жеке басым есептеймін. Енді сіз бұл тұрғыдан дәріс беріп жүрсіз, сабақ беріп жүрсіз. Осы кезде не түйдіңіз имамдарға? Бізге қазір не біз үйретуіміз керек? Менің пікірімде көбінесе біздің халық ауыз әдебиет, шешендік өнер, мына салт дәстүрлеріміздің дінмен ұштасуын, байланысуын көбірек насихаттап, біздің көп кейбір енді имамдар, артық айтсам айып етпес, бірақ енді ана айтпаса сөздің ата сөйлет дейді ғой. Имамдарымыз тек қана бір бағытта, діни бағытта, уағыздарының да жаңағы шет жағасының бәрі жаңағы діни фундаменталды сөздерге ғана негізделіп кеттік, терминдік сөздерге. А біздің көнекөз қазағымыздың жаңағы сөздерінің барлығының астарында дін ұштасып жатыр ғой мысалы. Осы жөнде сіз қандай ұсыныс айтар едіңіз? Не қажет бізге имамдарымызға? Жақсы, өте орынды айтып отырсың. Енді біз дінді жалаң қылыш секілді қолға алған батыр ұқсамауымыз керек. Салтымыз бар, дәстүріміз бар, әдет ғұрпымыз бар, біздің түп тамырымыз бар, тарихымыз бар. Біздің мынау қасиетті дін, ислам діні, мысалы үшін біздің салт дәстүр арқылы сіңген бізге. Бірінші мына Шәкәрім Қажы, Абай атамыздың бауыры ғой, шәкірті, ағасы Құдайбергеннің баласы. Сол кісі айтатыны бар, біздің ғалым деп жүргендеріміздің көбі пәншіл депті. Пән деген предмет. Жеке бір саланың пәннің иесі. Нағыз ғалым құстың қос қанаты сияқты екі бірдей әлемді алып жүру керек. Бұның біреусі шариғи білім, яғни Құран, хадис, ислам дінінің жаңағы жолдар. Екіншісі нағыз өзіміздің қазақ халқының салт дәстүрі, дүнияви, яғни ғылым.
біздің енді осы уақытқа дейін мына советтік кеңестік кезде кеше ғалым дегендер, профессор академиктеріміз енді құдайды жоқ деп танып жүрді ғой. Бұл құдайды жоқ деп жүріп ғалым профессор болды. Соларды біз ғалым дедік. Ал енді сондай құдайын танымаған адам ғалым деуге бола ма? Ол кешегі келмеске кеткен кеңес өкіметінің кесапаты деп бір ғой. Ал енді біздің бүгінде имам десек, имамдарымыз мысал үшін анау сахаба былай деген, мынау сахаба былай деген, кейде мен өзімді айтамын, осы сахабалардан шаршаттыңдар ғой сендер. Өзі сахаба деген не ол деп сұрап, кім емес, не деп сұрап жүргенде де болған кезінде түсінбейді. Сондықтан да кішкене аттан түсіп, жақындап өзіміздің ата салтымызға, дәстүріміз келсеңдер, халықтың өзінің деңгейінде, өзінің тілінде, өзінің дәстүрінде, салтында. Мысалы үшін мына Абай атамның кез келген жерде Абай атамды сіз аттап өте алмайсыз ғой. Абайдан не дейді? Туғанда дүние есігін ашады өлең, өлеңмен жер қойнына кірер денең. Қарап тұрсаң өмірің бәрі өлеңмен, ойлансаң бос қақпай елең-селең дейді. Төрт-ақ жол ауыз өлеңге бүкіл өмірді сыйғызып жіберіп отыр Абайдың данышпағы. Өйткені қазақ ақын халық, қазақ батыр халық. Қазақ айтады, жүйрікке ылдиданда белең оңай, ақынға қара сөзден өлең оңай дейді. Қазақ ақын халық қой. Сондықтан да ақындарымыз не деді? Би шешендеріміз не деді? Кешеге ел басқарған көсемдеріміз не деді? Дана данышпандар, даланың дарабоз данышпандары не деді? Анау біздің сонау Шәлгез, Қазтуған, Асанқайғы, құйрығы жоқ, жалы жоқ, құлан қайтып күн көрер, аяғы жоқ, қолы жоқ, жылан қайтып күн көрер. Болмаса таза мінсіз асыл тас су түбінде жатады, таза мінсіз асыл сөз ой түбінде жатады. Су түбінде жатқан сөз жел толқыса шығады, ой түбінде жатқан сөз шер толқыса шығады дейді. Қазақ шерленгенде, қазақ көкке көтеріліп бір көңілденгенде небір сөздің соқталдары түспей ме? Мұқағали ағам айтады, өз заманымыздың адамы айтады ғой. Мысалы үшін өлең деген тумайды жайшылықта, өлең деген туады қайшылықта. Міне осындай адамды адам түсіну, адам түсінбеу бір ақырет, ойлы жас түсініпсің, мың рахмет дейді. Адамды түсіну үшін адамның өзінің салтына, өзінің қалпына, өзінің бастапқы болмысына, дәстүріне, тіліне, дініне, өнеріне, мәдениетіне, әдебиетіне келуіміз керек. Сол тұрғыдан келгенде біздің кейбір имамдарымыздың рас мынау қазақ салт дәстүрді, әдет ғұрыпты, тілдік байлығымызды, тілдік мол қорымызды меңгермейінше толыққанды имам болып уағыз айтуына қиындық келтіретін рас. Осы тұрғыдан мен айтамын, бірінші айналайын, сен Абайды оқы, Шәкәрімді оқы, Мәшһүрді оқы, Алаш арыстарын оқы, кешегі анау кәдімгі Қазтуғанды, Шәлгезді, анау кәдімгі Үмбетей жырауды, Асанқайғыны оқы. Солардан бастап оқы. Төл сөздің түбі бір, түп атасы майқы би, майқы биді оқы. Мысалы үшін майқы биде мынандай сөз бар. Жетімді жетім демеңіз, жетімнің ақысын жемеңіз. Жетімді жетім десеңіз, жетімнің ақысын жесеңіз, көтеріп көрге салғанда тынышта жатам демеңіз депті. Майқы бидің сөзі. Құран кәрімде, хадисте бәрі тұр осының бәрі. Алла елшісі хадисте не дейді пайғамбарымыз? Ең жақсы үй кім дегенде, үйінде жетімі болып, соған жақсы жаңағы мейірім танытқан адам дейді. Ең жаман үй кім десе, жетімі болып, сол жетіміне жаңағы қайырымсыздық жасаған үй дейді. Зәбір көрсеткен үй дейді. Сондықтан жетім мен жесірдің ақысын жемеден Құранда қадап тұрып айтқан. Сол Құранның әрбір аяты мен Алла елшісінің айтқан хадисі менен біздің ата бабалардың салып кеткен сара жолдары айтып кеткен асыл сөздерін сабақтастырып айтып отыруымыз керек. Сөйткені біздің әрбір басқан қадамымыз өлең, өнер, мақал, мәтел, осының бәрі біздің дінімізбенен байланысып отырса, біздің бас мүфтиіміз Наурызбай Қажы Тағанұлының айтып отырған осы. Біз отбасы тәрбиесінде, ұлттық құндылығымызда осыған ерекше мән беруіміз керек. Ал енді қазір тілімізді дүбәраланып, шұбарландырып, тілімізді сөйлей алмай жүрсек, өзіміздің ана тілімізде сөйлей алмай жүрсек, бізде онда қандай дінді уағыздап, қандай дінді айтады? Дін десе біз қазір оларды шошытатын жағдай келгеніміз сол. Аға, енді сізді тыңдап отырып, сізді бөлуім өзі бір ыңғайсыз болып жатыр да, сізді бір бастап берсе тоқтату қиын да. Бірақ негізі бұл сізді таныстырудағы кіріспейді да. Негізі жаңағы Ислам институтынан әңгіме басталды ғой, енді қаншама дүние айтсадыңыз, ана естір құлақ болса, тыңдар көз өретін көз болса,
жаңағы ден дұрыс ақыл тыңдайтын адам болса, негізі біраз жақсы дүниені айтып кеттіңіз. Енді аға, маған тағы бір қызық жағдай. Енді сіз қазір зейнет жасындасыз, зейнеттесіз. Енді қазір жаңа мемлекеттік қызметтен кеткеннен кейін қазір сіз Алматы облысының бас биі деген үлкен, бұл енді бұл сөздің төркінін түсінген адамға енді үлкен бір шен ғой. Кезінде бұл би болу деген қазіргі жоғарғы шенеуліктің рөлін атқарып отқан лауазым ғой. Сондықтан осы Алматы облысының бас биі деген лауазымыңыз қызық. Және де жаңа сөз басында аға ұмытып кеттім, биыл сіздің 65 жас, тамыз айында 65 жас мерейтойыңыз болыпты. Жақында 10 желтоқсан күні ғана өзіңіздің осы өмір жолым өнеге атты өзіңіздің кездесуіңіз болды, кешіңіз болды. Мен тікелей эфирден өзім бақылап қарап отырдым және тәнті болып отырдым. Сол кездегі менің сіздіге мына жасаған бұрынғы еңбегіңіздің нәтижесін көріп, ол қандай нәтиже дейсіздер, ол басқа ұлт өкілдерінің балаларының қазақ тіліндегі сіздің өлеңіңізді жаттаудағы бір айтып тұрғаны мені бір өте қуантты. Одан кейін бір қызық мәлімет, сіз осы жаңағы өзіңіз тұратын Қарабұлақ, енді орысша айтқанда Күлши деп көбісі таниды, сол ауылда орыс мектебінде директор болдыңыз. Енді қараңыз, сол орыс мектебінде директор болып, өзіңіздің жаңа қазақилығыңызды, сол мектептегі қазақи жаңағы дүниетанымыңызды дәріптеп кеткеніңіз. Яғни бір адамды өзгерту деген ол оңай дүние емес қой. Былайша айтқан кезде сол еңбегіңіздің нәтижесін мен көріп, сізге өте тамсанған жағдайым бар. Енді сұрақтан ауытқымаймын, жаңағы Алматы облысының бас биі деген лауазымыңыз өте қызық. Енді бұл уақытта мен әлеуметтік желілерден көрген едім, қазақтың жаңағы бүкіл қазақтың биі Омар Жәлелұлы ағамыз болды деген еді. Сол сұрақтың да бірден қойып кетсем деп отырмын. Ол кісі осы қазақтың бас биі деген лауазымына неге кетіп қалды, және сіздің осы Алматы облысының бас биі деп осы бір лауазымды алуыңыздың бір тарихын айтып жүрсеңіз өте қызық. Өйткені сізді әлеуметтік желіден көбісі жаңа тіл жанашыры, ұлт жанашыры, башқа педагог, ақын, сазгер ретінде таниды, бірақ көпшілік жастар сіздің осы би болған. Жалпы осы әлемдік қазақ билер бірлестігін көп қазір халық өкінішке орай біле алмай жатыр. Енді ол қазіргі ақпарат саласының да мен бір кемістігі деп ойлаймын. Оны дамыту керек, оны қолдау керек деп есептеймін. Сол жөнінде айтып өтсеңіз. Қазақта бір сөз бар, бата бергенде балаңыз би болсын, би болмаса би түсетін үй болсын дейді. Би деген сөз өзі екі әріптен тұрады. Өте бір мағыналы, мәнді, сондай ауқымды, киелі сөз. Би деген сөз мына қағаз ақпарат қандай болса осындай болу керек. Мына бір ноқта тура биде туған жоқ дегендей. Сол үшін айтқан. Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ деп турасын айтып. Би деген қазақ абақты салмаған, түрме тұрғызбаған, ат аузымен су ішіп, ер етігімен су кешкен алмағайып заманда, жердің дауында, жесірдің дауында сол билер шешіп отырған. Одан кейін біздің қазақ құрылтайын өтіп, 23 жылда, 24 жылда, осы биыл өткен 25 жылда, 16-17 желтоқсанда біз мына Алмалысай деген үлкен жаңағы мейрамханада қазақтың бір керемет көрікті көркем жері Алматының мына тау бөктерінде. Сол жерде 200 адамға жуық адамдар жиналып құрылтай өткіздік. Әлем қазақ билер бірлестігінің. Сонда былтырғы уақытта да, биылда да біз Ермек Албан бауырымызды бір ауыздан бас биғып сайладық. Ол енді аға осы жерде бір қызық сұрақ туындап тұр. Неге осы жердегі әлемдік қазақ билерінің бас биі Ермек Албан деп, Албан руына басымдық беріліп тұр? Әлде сайланғаннан кейін осылай шешілді ма? Енді бізде Нұрлан Албан, бұл жерде қазір көпшілік сұрайды. Нұрлан Албан деген ініміз бар. Оның әкесіне бөлек қой, бірақ өзі сол руының атын алып алды. Бұл енді өзінің еркі ғой, тегінің орнына руын алды. Бұл Ермек Бейсенбекұлы бауырымыз. Бұл да өзінің жаңағы Албан руы болғаны кейін соны алып алды. Ол әңгіме оның албандығында емес, Албан оның тегінің орнында жүріп жатыр. Мысалы үшін жаңағы
Камнұр Тәлімұлы, Ерлан Жұманұлы деген сияқты сондай өзінің жаңағы алған өзінің несі. Демек жаңағы осы кісіні сайлар кезде жаңағы басқа жақтан енді Қазақстаннан келді ғой жаңағы билер сол кезде келісті ғой бір ауыздан. Ешқандай мәселе болған жоқ. Ешқандай әңгіме жоқ. Бір ауыздан келісіп Ерейментаудан, Астанадан Нағызхан ағамыз бас би, Шығыс Қазақстаннан мысалы үшін Ертіс ағамыз бас би, мына Жамбыл Тараз, Жамбыл облысынан Жарқын бауырымыз бас би, Таубай Балтабайұлы Түркістан облысынан қандай жұмысы бас би, міне көптеген Атыраудан, Ақтаудан көптеген жаңағы адамдар келіп, бір ауыздан сол 2 күн құрылтай өтіп, сонда бір ауыздан сайлады. Қазақта сөз бар, халық қаласа қан түйесін сойыпты деген. Бір ауыздан ешқандай сайлаудың алдында да биге түсемін деген үміткер бар ма деп тұрып біз қойдық мысалы мәселе. Жоқ, ешкім жоқ. Ермек Албан іскер азамат, жас кесе іске деген, ұлтын сүйетін, ұлт жанды патриот адам. Сондай керемет ұлтқа қызмет, ақысыз, пұлсыз, қалтқысыз қазаққа қызмет етіп атқан бір азамат болса, осы Ермек Албандай болар. Демек бұл жерде ешқандай әділетсіздік болған жоқ, тек әділетсіз түрде болды. Билер арасында әділетсіздік болса, ол би болмай-ақ қойсын онда. Енді мынандай қызық сұрақ аға. Енді бұл жерде әлемдік қазақ билері деп әлемді айтып отыр да. Мен басында бұл бірлестік туралы естігенде тек Қазақстан бойынша жалпы Қазақстанды билейтін бір билердің қауымдастығы деп ойлаймын. Сөйтіп сол ақпаратты іздей бастағанда әлемдік сөйтсем, демек бұл басқа елдерде де қазақтың билері бар. Енді осы жерде бір құлаққа түрпідей тиетін бір қызық термин сөз естіп қалдым, Москваның биі деген. Дұрыс. Биі бар екен. Бар. Ол енді қаншалықты? Ол былай. Неге бұл әлемдік? Еді біз балапан басына тұрымтай тұсына заманның ағымына қарай саясаттың небір кер тартпалына алай бытырап кетті ғой, тарыдай шашылып кетті қазақтар. Қытай астық, Қырым астық, Монғолия астық, анау Европаға кетіп қалдық мысалы үшін. Европада қанша қазақтар бар, Ауғанстанда бар, шетелде, Америкада да бар қазақтар. Бар ғой, қазір өзінің ана тілінде сөйлеп жүрген. Ресейде қалып қалды қаншама облыстарымыз, аудандарымыз, мектеп жабылып. Енді біз сол мынау Қазақстанда қазақтар, мысалы үшін солардың ағасы, ақылшысы, жетекшісі есебінде бұл әлем қазақ билер бірлестігі деп аталып, соның бас биі, мысалы үшін өткен 24 жылы, мен сізге айтайын, Ермек Албан бауырымыз Тимур Сыпатаев деген қазақтың мықты түйе палуан азаматы бар, өзіміздің бауырымыз түйе палуан. Шеген ломды майыстырып, түйені көтерілген. Соны барып Москва төңірегінде, Москвада, Мәскеу қаласының төңірегінде тұратын қазақтардың басын қосып, соны Мерген деген бауырымызды бір ауыздан би сайлап кетті. Сол сияқты күні Ауғанстаннан бір бауырымыз кепті. Біз Ауғанстандағы ұйымдастырушы би деп сайлап кеттік. Өзбекстаннан сайладық. Қырғызстаннан, кез келген көршілес республикадан, әлемнің керек болса Монғолияға да барамыз, Қытайға да барамыз. Сол жерде ұйымдастырушы би деп өзің сияқты жаңағы көзі көреген, ойы жаңағы озық азаматтар болса, нағыз ұлтым дейтін адам. Соларды би сайлап жатырмыз қабілетті. Әлемдік билер болатын болса, жаңағы сіздердің билеріңіз осы бірлестіктегі әлемнің түкпір-түкпірінде қазақтың басын біріктіріп, сол жерде қазақтың рухын оятатын, жанын оятатын шараларды істей алады. Мысалы, біз білеміз, Нұрлан имам деген имам Америкаға жаңағы кездесулерге барады. Сол кезде осындай бір рухани шараларда ол кісі демек көмек бере алады ғой. Әрине. Енді бұл әлем қазақ билер бірлестігі деп аталуының өзі сода. Біз енді тіркелгенде қызық болады екен. Ана би деген сөзді қосса, ешқандай юстиция, мына әділет басқармасы тіркемейді екен. Өйткені түсінбейді екен. Мына әлем тілінде сен би деген сөз түсіндіре алмайды екенсіз. Екі-ақ сөзден тұратын, ешқандай қабылдай алмайды. Би деп ана билейтінді ойлап қалған жоқ қой. Би десе біз мысалы Төле би, Қаздауыс Қазыбек би, Әйтеке биді айтамыз мысалы үшін. Майқы би, көне заманда өткен. Мысалы майқы билер. Би деген ол әр рудың да биі болды, әр ауылдың биі болды, әр әулеттің биі болды мысалы үшін. Сол қазір болып жатыр. Бізде рулардың да биі бар. Абай атамыз айтпақшы, бас-басына. Ол енді ол бұлжыған келмейді. Соны көп жеңіл түсінеміз да. Бас-басыңа би болған өкей қиқым деген сөз, ол биі жоқ жерде айтылған абай.
анау да сөйлейді, мынау да сөйлейді, бәрі баспаса сөйлейді ғой. Әркім өзінше пәтуа айтады. Тоқтауы жоқ. Тоқтауы жоқ, ешқандай билігі жоқ, биі жоқ адамдарға айтқан. Абай, ей баспасыңа би болған өңкей қиқым, мінекей бұзған жоқ па елдің сиқын деп. Ал енді сіз бисіз ба, сізге бағынуымыз керек. Мысалы, сіз әділдігін айтқаны кейін неге бағынбасқа? Сіз әділ төрелігін шешімін шығарып жатсың, неге бағынбасқа? Сонда қай жерде би жоқ, қай жерде жаңа әділеттік жоқ. Сол әділеттік жоқ жерде айтқан Абай. Баспасыңа би болған өңкейін. Өйткені қазақта мынандай сөзі бар. Құл жоқ жерде, би жоқ жерде құл жүреді жораға, ит жоқ жерде шошқа үреді қораға деген сөз бар. Ауыр да болса ол атамыздан қалған сөз. Сондықтан Абайдың сөзін біз әдіге келсе де киім келмесе тисе тереке тимесе бұтаққа деп, ой баспасыңа би болған өңкей қиқым, мінекей бұзған жоқ елдің сиқын деп, ана облыстың би, ауданның би, рудың би деп не болып кеттіңдер деп көре алмайды. Бізді қазақтың үрдісін, қазақтың дәстүрін қазақ қабылдай алмай жатырмыз. Міне біз қазақылық болмысымыздың бұзылып кеткен соншалық. Абайды айтамыз. Абай дұрыс айтқан. Абай қазір мына ол Ермек Албанға болмаса маған болмаса саған қатыстырып айтқан жоқ оны. Қайта билік айта алмай жүрген бейшараларға. Бізде ол сөзді енді көбінесе аузының дуасы жоқ, билігі жоқ, айтатын, биі жоқ. Сондай адамдарға айтқан. Бізде мына халық арасында бұл би деген сөзді мына басшылар, шенеуліктерге қатысты бір жиындар болған кезде айтып жатады ғой. Бұл негізі бұлай қарап тұрсаң бір жөні келетін сөз ба деп ойланып қалып отырмын да. Шынымен де қарасаңыз қазір енді ащы болса да шындық қой. Көп басшылардың тіл жағынан деңгейін білеміз. Кеше мысалы КТЖ-ның басшысының сөйлеп жатқанын, одан басқа шенеуніктердің сөйлеп жатқанын бәрін қарасаңыз, жаңағы Абай атамыздың сөзіне былай айтқан кезде тура келеді ғой енді. Ащы болса да шындық. Сол секілді, ал ол сөздің сіздерге түк қатысы жоқ демек. Түк қатысы жоқ. Біздің мақсатымыз бірінші елдің бірлігін ойлау, ынтымағын ойлау, берекесін ойлау, ауыз бірлігін, салтын, дәстүрін жаңғырту, тілін қазақтың тірілту, би шешендердің сөзін осы өзіміздің ортаға алып келу, солардың әділдігін орнату, мысалы үшін кезген жағдайда. Сондықтан да біз мына қазір биыл тіркелдік, Құдайға шүкір, альянс жаса деген атпен. Оның енді президенті жаңа Болат Бұралқұлы бауырымыз, бас биіміз Ермек Албанның бас кеңесшісі. Неге альянс? Бұл әлемдік сөз, әлемдік термин. Әлемдік деген сөз екен альянс. Әлемдік жаса. Көрдіңіз ба? Сондай қор құрылып, біз билер, мысалы үшін, көктейін алмаймыз. Қоғамдық жұмыс. Біреуден ақы пұл сұрап жүргеніміз жоқ. Атақ қуып, даңқ қуып жүргеніміз жоқ. Қайтсек елдің бірлігін, ынтымағын оятып, ұйықтап жатқан халықты оятып, оянған халықты ойлантсақ, өзінің байырғы болмысына, өзінің ата тегіне қайта осындай оралсақ деген оғым бізде, елдің ынтымағын. Сонда қарап отырсаңыз, бізге қазір медиатор деген не беріп жатыр. Медиатор деген не? Үйлестіруші, татуластырушы, біріктіруші, келістіруші. Қазір мынандай дерек бар. Біздің бүкіл мына 18 миллион, 20 миллион халық бармыз ба? Бізде 6 миллионнан астам іс түседі екен. Сіз ойлаңыз, 6 миллион. Сонда 3 адамға, 4 адам, 3,5 адамға бір істен. Оның бәрін қарауға соттың мысалы үшін мүмкіндігі жоқ. Оның бәрі қылмыстық іс емес қой. Тауық ұрлаған да ұры, түйме ұрлаған да ұры, түйе ұрлаған да ұры дегендей. Біреу велосипед ұрлаған, біреуді боқтап қойған, біреуге тіл тигізген, зәбір көрсеткен, болмаса біреудің ақысын жеп кеткен. Осындайдың бәрін сотқа жеткізбей шешу. Бұл қазақы дәстүрменен әділдігін айтып. Біреу көршісімен ұрысып қалды, біреу ағайынменен ересіп қалды. Мысалы үшін, осының бәрі мысалы үшін медиаторство деген медиаторлық жұмыс бұл. Құдай қаласа осы билердің бәріне осындай жаңағы құжат беріліп, мөрлерін алып, енді осы жұмыспен айналысады. Бұл бір. Екіншідей, жаңағы би деген сөзден қорықпау керек, оны кекетпеу керек, мұқатпау керек. Біз әлі өзіміз терең емеспіз. Санамыз саяз, бірақ соны би десе күлеміз, анау ма би ма, мынау да би ма деп. Бізге үлкен талап қойылып жатыр. Бірінші біз сізді би сайлайық осы ауылдың, болмаса осы ауданның би сіз боласыз деп, бірінші сұрақ қойасыз, қанша төлейсіз деп. Біз сөже болды, тоқтаймыз дейміз. Рахмет. Ақша деметкен адам бұл би болмайды. Бола алмайды. Құлқынның құлын ойлаған. Болмайды. Өйткені біз осы уақытта сол Ермек Албандағы мысал қалай, қанша жыл болды. Сол Москваға немен барды? Өз қаражатымен барды.
қасында сені мен ертіп барса кім? Оны өз қаражатымен барды. Бұл ұлтты сүю, жұртты сүю, елді сүю, салтты сүю, дәстүрді сүю, халықты сүю деген осы болады. Шынайы дәлел. Өзбекстанға барды. Немен барды? Өзінің қаражатымен барды. Міне, ана Абай атам бір сөзі бар. Сенің жаңағы билік құру үшін, халыққа сөзің өту үшін дейді, ел жұртқа сөзің өту үшін. Ең бірінші дейді, билігің болу керек. Зор билігің болу. Зор билігің болу керек. Содан кейін зор байлығың болу керек дейді. Әйтпесе бидің айтқан құлды айтады, бірақ аузын дуасы жоқ деп неге айтқан? Ал, сондықтан да соның өзін көре алмай, ол не үшін барды, неменеге барды, қандай қаражатқа барды, ол бір бюджеттің ақшасын жеп жатқан жоқ қой. Қайта қуанбайсың ба сондайға? Сондай бауырымызды, қазақтың рухын көтеріп, Москваға барып би сайлап, мынау жаңағы Қырғызстанға, Өзбекстанға барып би сайлап келген адамдар қуану керек қой. Ал енді оның сыртынан сөз айтып, күстаналап, андай ет, мындай ет деген, ол қазақ. Абай тағы да айтқан, бір елім деген бір есті азамат туса, оның балағынан қабатын бір ит қосату, екі ит қосату дейді. Сол сияқты болып отырмыз. Сонда Абай тағы да айтады, біріңді қазақ, бірің дос, көрмесең істің бәрі бос. Қайран елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың. Жақсы менен жаманды айырмадың, бір май, бір хан боп енде құртың дейді. Абайды оқуымыз керек. Көкейге тоқуымыз керек. Абай біздің рухани ұстазымыз, ұлттың ұстазы. Абайды оқымаймыз, оны білмейміз, ұқпаймыз, содан кейін сөз айтамыз. Біреудің сырдан сөз айтамыз. Жақсы. Өте бір құлақтың құрышын қандырып жауап беріп жатсақ, енді сізді бөлуім өзі ыңғайсыз болып жатыр. Енді мына жақта менде негізі сіздің салаңыз көп болғаннан кейін менде сұрақтар өте көп, және сөз барысында да өте көп туындап жатыр. Енді мына жерде менде бір сұрақ бар, қызық. Жаңа айтып қалдыңыз сөзіңізде, біз қазақтың ата заңдарын, жеті жарғысын жаңғыртып жатырмыз. Сол жерде біз білетін, мен тарихты оқыған адам ретінде, ол жерде болатын жер дауы, жесір дауы деген даулар болатын. Сіздердің шешетін дауларыңыз бұл жерде қандай? Билердің. Біз дауды қандайына да дайынбыз. Қандай дау бізді білмейміз. Мынау біздікі, мынау біздікі емес. Енді қылмыстық істі, мысалы үшін, қарап жатыр, сот қарап жатыр. Өзі прокурор бар, басқа бар, мысалы үшін, иә? Ал енді бірінші тергеуші тергейді. Дұрыс па? Тергегенге сенен пендеміз ғой, оған бірдеңе бергің келеді. Жақсы, оның кейін қорғаушы деген болады, адвокат деген болады. Адвокат сенен ашық сұрайды. Ана сот менің адамым, мынанша берші, маған мынанша бересің дейді. Өтірік па? Бұл қоғамның шындығы. Адвокатқа барып аузына түсесің. Өңге сотқа телміресің. Сотқа тікелей барамысың, адвокат арқылы барам дейсің, адвокатқа бересің. Оның прокурорға мынанша беруге, оны бересің. Біз айтты, ол прокурор айтты ма, сот айтты ма, айтпады ма білмейміз. Біз бер жақтағы адамбыз ғой. Сөйтіп, мені қаншама нәрсені өтін. Ал биде ашық, сенің көк дейінің керегі жоқ. Қарағылды қақ жарған әділ төрелігіңмен мен төрелігін шешіп беру. Бір мысал келтіре аласыз ба? Бір шешкен дауларыңыздың немесе мәселелеріңіздің? Мысалы, ағайын арасында түсінбеушілік болды. Құда мен құданың арасында келіспеушілік болды. Мысалы үшін қыз алып қашу, қайтып алып келу сияқты, оны қайтару. Онда енді шештік ақылменен. Ақылға парасатты салып отыр. Осы уақытқа дейін қанша мәселе шештім деп ойлайсыз? Бірталай, Құдайға шүкір. Одан кейін мысалы үшін өлеңге таласқандар болды. Өнерге өлеңге, мынау менің әнім еді, мынау менің өлеңім еді, бәлен алып қойды. Онда бір ақылменен келістіріп отырып, өзара біз сен дұрыс емес, сен қарабетсің, сен кереметсің емес, ақылдасып отырып, ебін тауып отырып, соларды шешіп, Құдайға шүкір, татуластырып, бауыр қылып жүрген жағдайларымыз бар. Оның атын атап түсіністеудің керегі жоқ. Біз кез келген мәселеге араласамыз. Бірақ барынша әділет. Бірінші ол мәселені білу керек, зерттеу керек, көзің жету керек. Ағы қайсы, қарасы қайсы, дұрысы қайсы, бұрысы қайсы. Соны әділетті шешімді айтуың керек. Аталы сөзге арсыз ғана тоқтамайды дейді, сол тоқтағанбыз, сөзге тоқтағанбыз. Сол сөзге тоқтата білу керек. Сөзге тоқтамайтын адам өзі баратын жерде барып, бәрі сол жазасын алып, тоқтайды. Бұл енді жаңағы атқарып жатқан жұмыстарыңыздың белгілі бір жоспары бар ма? Мысалы, анау тәмсіл сөз бар ғой. Елдер жаңағы 10 жылдығын ойлайды, 100 жылдығын, 1000 жылдығын деген секілді, сіздерде де бір арнайы бір жылдарға арналған жоспарларыңыз бар ма? Бір жылдығын ойлаған бидай егет, 10 жылдығын ойлаған ағаш егет, мәңгілігін ойлаған адам
ұрпағының жүрегіне ізгіліктің нұрын егеді дейді ғой. Біздің мақсатымыз ізгіліктің нұрын егу. Береке бірлікке шақыру, ынтымаққа, татулыққа шақыру. Өзінің болмысына оралту халықты. Сондықтан да біз жоспар түрде енді біз бекіп, жаңағы жарығымыз бекіді ме, енді біз облыс, ауданның биін сайлауымыз керек. Ауданның аға билерін, онан кейін ауылдың биін сайлауы керек. Қазіргі таңда би табудың өзі қиын шығар. Қиын, өте қиын. Қазір бір сөздің мәнісін, мағынасын түсінбей жатқан қоғамда. Қазір барып, мысалы, сізге келіп, мен өзім ықыласыма би боласыз, сіз айтасыз, қанша төлейсіз дейсіз. Қалтаңда көк тиын жоқ. Не істейсіз? Келгенде жиен құлға шықпайды үнім дегендей, жаңағы Сары ақын айтқандай, сонымен сен лайықты азаматсың былай қарағанда, бір қарағанда, бірақ сені қоя алмаймыз. Екіншілай, ол айтады, менің уақытым жоқ дейді. Үшіншілай, оның айтады, мен қолым тимейді дейді. Сылтау көп. Ал енді біз не уақытымыз көп па? Біз не істейтін іс таппай жүрміз ба? Мен, мысалы үшін, мен үйімде болуға уақытым болмай қалады кейде. Бұл ұлтқа деген сүйіспеншіліктен. Мынау Қадыр Мырзалиев ұстазым ғой, қазақтың мықты ақын соғысының өлеңі бар. Ел дегенде арғандай, намысқандай, тау мен тасқа соғылар қарсы маңдай. Ел дегенде жығылған жалым тұрып, айбаттанып кетемін арыстандай. Сақтай көрсін жаратқан жаманаттан, дұшпанға да досқа да табалатпан. Батыр болып тумайсың, батыр болып кетесің елге деген махаббаттан дейді. Елге деген махаббатың болса, сен батыр да боласың, ақын да боласың, би де боласың, шешен де боласың, көсем де боласың. Өзіңнің нәгізіңде санаңды саңлау болса, жүрегің түкпірінде бір керемет елге, жерге, ұлтқа деген мейірім, шапағат, махаббат болатын болса, турашылдық болатын болса, ұлтқа жаның ашитын болса, боласың. Сондай адамдар табу қиын бізде бар. Біреу билікке жағады, халыққа жақпайды. Біреу халыққа жағады, билікке жақпайды. Біз енді билікке жақпады екен демейміз, халыққа жақса, өткен жаңа айттым ғой, халық қаласа қан түйесін сойыпты деп. Сондықтан да біз сондай азаматтарды іздейміз, зәруміз, көрсеңдер айтыңдар. Әр ауылдың биі болу керек, әр ауданның биі болу керек. Мына Шымкент жақта басқа көп жерде әр ұрудың биі бар. Неге болмасқа? Мысалы үшін сіздің ұруыңыздың, әулетіңіздің биі сол асты, тойды, іс-шараны қалай өткізу керек? Болмаса дау-дамайды қалай шешу керек? Сіз шешесіз, сіздің ұруыңыздың адамдары болса. Мына қазіргі қоғамдағы әсіресе өзекті жаназа мәселесінің өзін осы билер арқылы шешсек өте тиімді болады ма? Енді даулы мәселе болса, әрине билер араласып. Қазір шынымен жаназамыздың өзі тойға ұқсап кетіп, енді Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы осы бағытта әрекетін жасап жатыр. Осыған да осы қазақ билері өзінің үлесін қосатын шығар, ұйымдасып. Қосу керек. Өйткені қолдау керек. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының фатуасы бар. 7 түрлі тағам қою керек. Мысалы үшін анау керемет алма, алмұрт, жүзім, мейіздің бәрін көшіріп тойға келгенде өкіртіп әкелмеңдер, ысырап қылмаңдар дейді. Салаттың түр-түрін жасап, оның бәрін жеп үлгермесең ашып кетеді. Ондай істемеңдер дейді. Той дастарханы мен қаза, жаназа дастарханның парқы болу керек деп беріп жатыр. Оны имамға бағынып атқанымыз бар, бағынбай атқанымыз бар. Оны біз соншалық орашолғы имамның несі бар екен, оны басқа жұмыс алмағанда енді біздің дастарханымызды бидей ба деп қоямыз. Барақаттың халықтың да санасына мынандай түсінік бар да, мен жеп қалмайын емес, мынаны қалай алып қалам деген түсінік. Ондай да бар. Сондықтан да кез келген жерде әйтеуір осындай бір даулы мәселеде, түйінді мәселелерде бидің араласпайтыны жоқ. Би, не үшін би? Елге аға болмаса, билік айта алмаса, әй дейтін әже, қой дейтін қожа қалмаған болса. Баяғыда мынандай бір уақиға болған екен. Бір келіншекті ертеректі ғой, күйеуі зәбірлеп ұрған екен, таяққа жыққан екен. Сөйсе олған қой дегеннің орнына енесі қоса жаңағы жабылады екен. Сол дұрыс саған сауап дегендей. Әбден зәбір көргенде енді о кезде ажыраспайтын кез ғой. Сонда жаңағы бір 4-5 жасар баласын ертіп ап, ауылдың шетіне әбден енді назаланғанда шығып кеткен ғой. Сөйсе бір топ адамдар келе жатыр екен, алдында бір ақсақал келіп бірден сезеді ғой жүрісінен. Балам қайда барасың дейді. Ана өзі шер шеменің ішіндегі шығарып, жылап тұрып айтады, осындай деп. Соңғы аны тұрып, балам болмаған екен. Сен бір ашуыңды маған бер айналайын. Мынау бүкіл елге, ауылға салық болады. Дейді да бір қағазға бір ауыз сөз жазады. Мынаны пәлен деген ақсақалың бар ауылдың. Сол ақсақалға апарып бер. Кім берді десе, Алданазар деген кісі берді деп айт дейді. Алданазар би. Ана кісінің аты Алданазар екен.
соның ана ол кезде сөзге тоқтайтын кез ана келіншек қанша ашуланса да ана бір топ ер адам оның ішінде Алданазар ақсақалдың сөзіне жаңағы тоқтап қайтып апарып беріпті жаңағы. Сонда ана хатты көріп айтқаннан кейін ойпырмай құрыдық қой, өлдік қой, тірідей өлді деген осы ғой, тірідей көмді деген осы ғой деп жаңағы назаланып кетіпті ауылдың. Сондағы айтылған сөзі: қойдан қозы туады шөп жейтұғын, иттен күшік туады боқ жейтұғын. Осыншама бейбастақтыққа бір адам елдің ауылынан табылмады ма қой дейтұғын деген сөз дейді. Осы бір-ақ ауыз сөзбен Алданазар бидің. Ол басқа ауылдың биі, атақты би ақсақал. Сол ана ауылдың биіне сын ғой, мін ғой, соны айтып кеткен. Біз осындай деңгейге жетуіміз керек. Неге мен өз ауылымда осы ауылдың биімін, мен білмеймін не болып жатқанын? Неге анау сырттың адамы осындай деп менің ауылымда бейбастақтыққа пәтуа айтады, бізді сынап кетті? Бізге бұл сын ғой, өлім ғой деген сияқты осындай деңгейге жетуіміз керек. Бір-біріміздегі сырттан сынап, анауне мынауне келеке мазақ қылып емес. Бізде қазір енді бидің сөзін тыңдайтында халықтың қарасы аз болып тұрған секілді. Қазір әлеуметтік желіде кім әдемі киініп, кім әдемі билеп, кім әдемі жаңағындай артистік әйелмен ажырасты, қайтып қосылды. Кім әдемі өнер көрсете алады, оның өзінде өнер дегеннің ішінде тырнақшада ол өнер ма, өнер емес па, сондайлар халықтың сөзін айтатын секілді көрініп кетті ғой. Енді аға, енді білмеймін, мен бір құлағымның құршығанып, жаныма бір рух кіріп атқандай бір керемет әсерде отырмын. Бұл жаңағы сізге қойып атқан сұрағымның өзі сіздегі таныстыру қызметіңіз жайлы еді. Осының өзі қараңыз, біршама уақыт алып кетті. Енді білмеймін, бұны тоқтата аламыз ба қазір? Енді мынандай бір сұрақ. Енді қызметіңіз барлығы белгілі, сізді көп халық таниды, қызметіңіздің барлығын, еңбегіңіздің барлығын біледі. Енді қазіргі сізге қояр сауалым қазіргі тіл мәселесі ғой. Енді сіз енді нағыз шыны айтуында тілдің ең бір жанашыр, ең бір жәдігері десек қателеспейтін шығар. Мына білем, сіздің тарихыңызда мына Талғардағы болған мектептің жаңағы аралас мектепке қатысты мәселе, одан кейінгі басқа осы тілге қатысты жан айқайыңыздың бәрін білем, оны көргем өз көзіммен. Сондықтан енді келесі сол сұрағым тіл жайлы болмақ қой. Біз қазіргі біздің еліміздің жалпы осы тіліне қаншалықты көңіліңіз толады немесе толмайды? Мына қазір әлеуметтік желіде осы жақында ғана шу болды ғой, Алматы қаласында. Тағы да сол өзіміздің шыққан шұбар жылан дейді ғой, ішімнен шыққан шұбар жылан, өзіміздің қазағымыз өзімізге жау болып, мына қазақ тілді мектепті аралас мектеп қылайық деп қолдаған азаматтар болды. Осыны көріп өте бір күйіндік, шыны керек. Одан кейінгі мен бір тағы бір күйінерім. Енді сізге бірден сұрақ қойып салмасам, сіз тоқтай алмайсыз да, мен сұрағымды қойып үлгере алмай жатырмын. Және бір күйінетін менің енді көзіміз көріп жүрген бір өте бір жаныма ең қатты бататыны, мысалы мен қазір қоғамда баламды сыртқа шығуға өте қорқам. Не себепті? Өйткені мына аулаға, двор дейді ғой енді біздің қазіргі жалпы аулаға шығарып жүрсең, бәрінің сөйлейтіні сол аралас тіл болып тұр ғой. Не бір қазақшаны жартып сөйлемейді, не орысшаны да жартып сөйлемейді. Содан кейін балам үйге кірген уақытта қай тілмен сөйлейтінін білмей қалады да. Осы мәселе менің бір жанымды жегідей жейді. Сол жөнінде, тіл жөнінде өзіңіздің бір жан айқайыңызды жеткізсеңіз, не істеуіміз керек, тілдің жағдайын қалай көтерсек болады? Мына енді тіл бұл барлық салаға қатысты ғой. Өйткені мысалы дініңіз бар, мәдениетіңіз бар, өнеріңіз бар, жаңағы қазіргі билігіңіз бар, барлығына ортақ дүние бұл тіл ғой. Сондықтан осы жөнде өзіңіздің ойыңызды айтып жіберсеңіз. Енді тіл деген, тіл жүректің тілмәші, жүрегімді тыңдашы дейді. Жүрек деген бір кесек ет қой, адам бойындағы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сөзімен айтсақ, сол жүректің, оны кейін Абай айтады, сол жүрегіңе құлақ түр, жүрегіңде. Сол не дейді? Соны адаспайсың дейді. Ал кімнің тілі бұзылады, кімнің тілі бұрылады, оның жүрегі де, тілегі де, ниеті де бұзылады. Тілі жоғалған ұлттың тілі шұбарланған, тілі жоғалған ұлттың өзі жоғалды деп Ахмет атамыз босқа айтпаған. Көрдіңіз ба? Сол жоғалып бара жатқан жоқпыз ба деген. Сол енді мәселе. Біраз жерге бардық қой. Әлі де сол қайтара алмай жатырмыз. Сол қан майданда жүрсіз әлі. Сонда жүрміз.
бізге жақсы бір ермек сияқты. Содан сол майданда жүрген адамдарға ғана керек, қалғандарға керек емес сияқты. Сіз сол істен ләззат аласыз ба, әлде күйінесіз ба көбіне? Ол ләззат емес, Күйінген. ол күйініш, ол қасірет, Қасірет. ол жүрегіңе салмақ, санаңа түсіп отқан. Жаңа енді жол жөнекей сөйлесіп келген кезде жылаған сәтіңізді де айттыңыз ғой. Болды мұнда сәттерімді. Күйінгеннен жылайсың, сөзіңді ұқпағаннан жылайсың, сөзің Қазір өтпегеннен. адамдар ана материалдық жағдайының болмай қалғанынан жылайды ғой. Бірақ осы ұлтты ойлап, тілді ойлап, Ұлтты ойлап, жылаған адамды кездестіру некен сияқты. ол енді жүрегің сенің сол ұлт деп соғып тұрса, неге жыламасқа? Жыламайын десең де жылайсың. Сізді жылататын не нәрселер көбінесе? Жылататын осы қоғамдағы тілге деген орашолақтық, тілге деген құрметсіздік, үкімет заң тарапынан, мысалы үшін тілге деген әділетсіздік. Ол қандай әділетсіздік? Біздің негізгі заңымыз Конституцияда Қазақстанда мемлекет тіл қазақ тілі деп әдемі жазулы тұр. 36 жыл болыпты. Иә, 36 жазулы тұр. Енді соған қосымша біз өзгерттік қой. Өзіміздің ана Шимайбегіміз құсат дәптеріміздің кезінде оған ұлтаралық қатынас тілі орыс тілі және ол мемлекет тілмен тең дәрежеде деген сөз. Осы сөз біздің жетемізге жетіп, жегі құрттай жеп, біздің қоғамды да осы дүрліктіріп, екі тарапқа бөліп, орыс тілді қазақ, ұлтжанды қазақ, мәңгүрт қазақ өсіп бізде аядай әгі біріңді қазақ, бірің дос деп абай айтқан, дос көрмей, қас көріп жатқанымыз осы заңның негізінен. Біз бірдеңе сол көп ұлтты дейміз. Кешіріңіздер, мен айтамын, біз көп ұлтты емеспіз. Біз көп этносты елміз. Біз моно ұлттымыз. Қазақ мемлекетін негізіне құрған халық бұл қазақ халқы. Бұл ұйғыр емес, бұл түрік емес, күрт емес, орыс емес, мен атап атайын, грек емес, шешен емес, ингуш емес, башқұрт емес, татар емес, қазақ құрған. Қазақта тағы бір сөз бар. Қазақ өз үйіңді ойлай, қонақ өз үйіңді ойлай отыр дейді. Жаман үйдің қонағы билейді дейді. Соңғы ақыр тіл туралы болғаннан кейін айтайын. Мына көшелердің аттарын өзгертуде бізде ономастика деген комиссия бар. Сол пәленбай көшенің атын қазақшалау үшін біз қаншама сараптан өткізіп, оны талқыға салып, ананың қарсылығын ұшырап, мынаның қарсылығын ұшырап, дауға салып, дамайға салып, осы ақылға қонбайтын нәрсе. Ешқандай да комиссияның керегі жоқ. Алда бұны өзгерту керек, қазақшалау керек болды. Кезінде кім сұрады бізден? Сенің көшенің атын біз Иванов, Сидоров деп қойып берейік деп сұрады ма? Сұраған жоқ. Көше тұрмақ Шевченко, Форт Шевченко, Горд Шевченко деді. Бізден сұрады ма? Ермак деп қойды. Бізден сұрады ма? Мысалы үшін Петропавл, Павлодар болып отырмыз. Әлі күнге бізден сұрады ма? Ешкім сұраған жоқ қой бізден. Өте ұят нәрсе. Ал енді біз қазір 36 жыл болды тәуелсіз елміз. Тағы ана көшенің атын сұрап отырмыз. Анау не дейді, мынау не дейді. Көңілшек болам деп балам көршіме тартып кетті деген. Ол көңілшектік емес. Ол құлдық сана. Ол көлгірлік, ол көрсоқырлық, ол жасықтық, ол жалтақтық, ол жағымпаздық, ол біздің болмысымызды бұзып жіберген рухымыздың сынғандығы бұл. Оған қалай жыламайсың? Бір көшенің атын өзгерту үшін пәленбай хат жазып, пәленбай жерге барып, жиналыс ашып, ал енді соны халыққа салып көрсең, оның ішінде жаңа бірлі жарымы дұрыс десе, бірлі жарым неге ол солай тұра берсін, орысша бола берсін дейтіндер бар. Оның ішінде өзің іштен шыққан жау жаман дегендей, өзің шыққан қазақтарың бар. Ана мектеп қазақша болмай аралас бола берсін дейтін қазақтар. Менің балам орысша оқысын деп. Фамилиясында Оф-Ефтер барлар шығар, скорее. Осы Оф-Ефтер барлар. Әуелі мына өзің тегіндегі оп пен ефтен, обына евиштен, обынадан құтылуымыз керек. Ұлы қызы болуымыз керек. Кішкене мына жүрегінде кәдімгі мынай иман нұры бар, санасында саңлауы бар, ойында кішкене тереңдік бар адам осын ойлау керек. Өзінің тегін өзгертуден бастау керек. Сондықтан да тіл деген бұл былайша айтқанда қару, тіл қамал, тіл қалқан, тіл қорған, тіл өнер алды қызыл тіл дейді. Тіл қатынас құралы. Ал енді тілің болса, түгің жоқ. Не болды? Құралың жоқ болса, қамалың жоқ болса, қалқаның жоқ болса, сіздің өнеріңіз жоқ болса, өрің жоқ болса, ештеңе жоқ. Осы сақалын қойып ап, мұртын қырып тастап, әлхамдулилля деп жүргендер көп қой. Солың көп ана тілін білмейтін арсыздар.
Оның діннің керегі не маған? Дін деп білмейді олар. Кімсің сен, елің кім? Десе, альхамдулилlah мұсылман, какая разница деп сөйлейді. Ол елі білмейді, руын білмейді. А қазақ руға бөлінбейді, рудан құралады. Жеті атасын білмеген жетесіз дейді. Ол жеті атасын білмеген адам. Қазақ айтады, өзін өзі аямаған, өзгенің бетін шиедей қылады дейді. Өзінің жеті атасын танымай жүрген тексіз. Ол қандай дінге барып жарылқайды? Ол жаңағы дінді де білмейді ол. Дінді білмеген дымды білмейді. Мысал үшін, ол қандай саясатпен айналысады? Ол қандай тілге жанашырлық танытады ондай адамдар? Сондықтан да мына қасиетті Құран-ы Кәрімнің Хужрат сүресінің 19 аятында біз сендерді көп ұлттар мен әртүрлі ұлттар мен ұлыстарға бөліп жараттық, бір-бірін түсіну үшін дейді. Ұлтты Алла жаратты. Ол Алла біздің қалауымыз емес. Мен қазақ болайыншы деп мен қалап алғам жоқ. А дінді адам қалайды. Христиан мұсылманды қабылдап жатыр. Мұсылман христианды қабылдап жатыр. Ондай бар. Өзінің санасымен, болмысымен, ақыл ойының деңгейімен. Сондықтан да бізде мысалы үшін мына ұлтты, дінді ұлттың үстіне шығармауымыз керек. Дінді ұлттың үстіне шығармауымыз керек. Ал енді Шәкәрім атам ба айтқан бір сөзі бар ғой. Мысалы үшін сақалы барда мұрты жоқ, діні барда ұлты жоқ. Қаба сақал, қырма мұрт жұртты біле сол жетер деді. Міне бізде қазір діни сауаты жоқ, діннің не екенін білмейді. Құрайда намаз оқиды, не үшін оқиды? Содан кейін бізде дін десе, намазды, оразаны, осы зекетті, жұманы, соны дін деп ойлаймыз. Ол парыз. Менің бір 5 парыз деген өлеңім бар. Қазақта 40 бар, соның ішінде исламның 5 қазығы. Дін діңгек, ділің жаның иман тірек, Алланың бірлігіне илан жүрек. Аллаға деген шексіз махаббатың, ең бірінші кәлиме шахадатың. Әлхамдулилlah, мұсылманбыз, кәлиме шахадат айтуымыз керек. Ашхаду ан ла илаха иллаллах, ашхаду анна Мұхаммада ғабдуху ва расулух. Бұл араб құл болып кетпейсің. Бұл кәлимаға тіл келтіру мұсылманның бірінші парызы. Екінші 5 уақытқа жаназығың оқыған сауап үлкен намазыңның. Қабылдап Алла берсе болармаңыз 330 күндік оразаңыз. Намаз діннің тірегі деген. Намаз дін емес, намаз діннің тірегі, бұл парыз. Қабылдап Алла берсе болармаңыз 330 күндік оразаңыз. Деген жоқ бұйрықты ешкім екетіңіз, 4-ші малға берген зекетіңіз. Қабылдап Алла берсе қазылығын, 5-ші Мекке барған қажылығын. Осылай орындасақ 5 парызды мойынға қоймас Аллам еш қарызды. Жолытар шариғаттың қиын екен. Ең бастысы нәпсіңді тыю екен. Нәпсіні тыю дін деген. Нәпсімен күрес. Демеңіз, біз ерекше көп білеміз. Жақсылық тек Алладан деп тілеңіз. Құран оқып пайғамбар хадистерін, үлгі тұтсақ жақсының бар істерін. Шығарсың судан таза сүттен ақ боп, тұрс егер алысыңа өзі жақ боп. Фәниде не болса да ахуалың, адаспай күйін кешкен тақуаның. Себебі мәңгі бақи тұрақталар, орны ондай жанның жұмақ болар дейді. Сонда намаз оққан адам, ораз ұстаған адам ғана жұмаққа кіреді, намаз оқыманың бір тозаққа кіре ме? Жұмақ ананың табаның астында деді хадис. Жұмақ атаң менен анаңды сыйлау. Ата-анаңа қызмет жұмақ. Жұмақ жақсы сөз сөйлеу, игілікті істеу. Жұмақ халқыңа қамқор болу, халықтың мұрасын, халықтың осы ұлттық құндылықтарын ұлықтау. Жұмақ ол бұл үшін әгі қадірлесен кәріңді, жарылқайын бәрің деп біздің Майлы Қожа бабамыз не деген? Мекке менен Медине жолдың ұшы алыс сапар дейді ғой барған кісі. Ардақтап ата-анаңды қадірлесең, Меккеден де нұрлы ғой үйдің іші деді. Міне жұмақ. Біздің жұмағымыз атамыз бен анамыз. Ата менен ананың рызашылығы, Алланың рызашылығы деп босқа айтпаған. Қасиетті Құран-ы Кәрімнің Исра сүресінің 36 аятында айтады. Ең бірінші шерік қоспай Аллаға құлшылық қыл, екінші атаң менен анаңа жақсылық істе дейді. Біз атанымыз бен анамызға жақсылық істей алып жатырмыз ба? Ей деп сөйлейміз, сен деп сөйлейміз. Ой, әке қойшы деп кеудесін қағып тастайсың. Болды ғой одан артық. Онда да жарытпай жатырмыз ғой. Онда жарытпай. Мама дейміз, папа дейміз. Иә, әке, ана деп айту сөз. Сестра дейміз, брат дейміз. Бұл сұмдық қой. Брат деген сөздің мағынасын білесің бе? Бұл түремшіктердің сөзі. Бұл сотталғандардың сөзі, жаргон сөз. Брат деген сөз. Ағам, ағатайым десең, інім, бауырым десең, бауырым деген бір сөз. Қарындас деген сөз. Ахи деген сөз. Ол ана сестра деген сөз 100 орап кетеді, қарындас деген сөз. Апай де жасы үлкен болса, қарындас де. Мені қазақтың бір сөз, сөзде кие бар, сөзде құдірет бар. Сөзде сондай әл қуат бар, әл күш бар. Бұл сөздің қадірін білмегендіктен соны қадірлей алмай жүрміз.
өзім тоқтамасам тоқтата алмай жатырмын сізді аға. Енді керемет аға, рахмет. Енді мына подкастқа сіздің бүкіл сұрағыңызды қамтып мүмкін емес екен, соны түсіндім мына аға. бір өтініш, осы подкаст деген мен түсінбей жүріппін бұрын. Өткенде кейін түсіндім. Осыны осы сұхбатымызда деп айта беріңдерші осы. Сол подкастты сұхбат деп айтса не, оның сиқы кетіп қала ма? Сиқы кетіп қала ма? Қазақша сұхбат қой енді. Жақсы. Пікірлесу, сұхбат. Әдемі сөз ғой сұхбат. Жақсы. Сол подкаст деген сөзіңіз, біз сондай сөзбен шұбарлай береміз де, бір сөз біз. Оның ауыстырылатын сөз бар ғой. Әдемі. Болды. Мен мына галстук деген сөздің қазақшасын айтсам көбі білмейді. Ілияс ағамыз, Ілияс Жансүгіров атамыз 100 жыл бұрын бұны поэзияда қолданған. Пионер болып жазылдым, мойнымда қызыл мойынтақ. Бізде жиын жиналыс, жақында ойын қойылмақ дейді. Біз осыны мойынтақ, галстук. Біз ана кедір бұдыр сөз күлгенге жақсы деп, балконда қылтима, анаға фонтанды шаптырма деп, соны соған мәжбүр. Сар қисық, қара қисық деп. Енді ол болады бұл халықаралық терминдер. Бүкіл халыққа ортақ. Бірақ сол подкаст қаяқтың тауып алдыр білмеймін. Ақи-сақи демей-ақ, соны подкаст демей-ақ, осының біз сұхбатымызда, бүгінгі арнайы сұхбат десеңдер, бұл әдемі жарасады. Бұдан кейін сұхбат деп айтамыз. Ана сын түзелмей, мін түзелмейді. Ананың ажарын ашады ғой, мағынасын береді ғой. Жаңа біздің би деген екі әріптен тұратын қадірлі атам заманнан қазақ болғалы 7 ата 77 тұстымыздан келетқан ең қадірлі, қастерлі, қасиетті би сөзінің біз аудармасын таппадық. Соны медиатор деп қойдық қазір. Медиаторство. Енді мен сосын Алматы облысының би деп қазақша айтқанмын, мен медиатормын. Сол сотқа дейінгі қағазда медиаторсыз, қағазда мысалы үшін сол сотқа дейінгі істерді қарап, сол сотқа жібермей қоятын істер бар ғой. Соны шақырып алып, екі тарапты да, ағайындар бүйтейік, міне жау жағынан алған бөретектен алып демейік, міне құрастырып айтса құлдық жөн, біріктіріп айтса билік жөн дейді. Мына сөзге келейік, бәтуаға келейік, мына бір-біріңе кешіріңдер деп, кешірімге келтіріп, сол дауды шешіп жіберсе, бұл медиатордың жұмысы, медиаторсы. Сонда біз би деген сөзді аудара алмай жүрміз. Галстукты баяғыда аударып қойған бізге. Біздің Ілияс бабамыздың тостаған деген өлеңі бар. Біз көзіңнен айналайын тостағандай деп қана айтамыз өлең сөзінде. Біздің мына поэзиялық тілде ғана қалғанда тостағанның не екенін білмейміз. Кім біледі тостағанын білмейді. Сонда айтады, қабаққа біткен қайыңның беріші еді безеді. Өтіндей-ақ аюдың әкемнен қалған көз еді дейді. Мынау әкеңнен қалса да тасташы, әкеңнен қалған ең құнды жәдігер ғой мұра. Сонда ана қайың деген қатты ағаш. Қабаққа біткен қайың одан да қатты болды. Соның берішінен, безінен жасайды. Беріші, безі, үйелі, сүйелі, сүйегі, көзі, шодыры, шоры, бұтағы, 9-10 түрлі синоним айтуға болады. Орысша соны сучок дейді. Болды. Мені қазақтың тілінің байлығы қайда жатыр. Енді сізді жаңа сөз басында таныстыруда еңбектеріңіздің атауды ұмытып кеттім. Дәркембайдың дегендері, көңіл көзі, мінәжат, соңғы мына жылда жазғаныңыз қазына. Енді жаңа айтып отырсыз ғой өзіңізді, жаңағы ел қазына болған соң бұл кітаптың да атын қазына деп қойған себеп. Сол жерде қазынада жаңағы осы шешендік өнер туралы да жазған екенсіз. Шынымен де қарап тұрсам, мен сіздің мына айтқандарыңыздан мен бір нәрсе түйіп отырмын. Біз шынымен де қазір қоғамда дінді мешітке апарып қамап қойдық. Ал мына шешендік өнер тілдің бәрін апарда сол кітаптың сол шаңында бастырып қойдық былайша айтқан кезде. Шынымен де қазір ешкім кітап оқымайды. Сіз мына осы сұхбатқа шақыруымыздың да негізгі мақсаты осы еді ғой. Осы оқылмай жатқан дүниені ең болмаса халыққа айтып жеткізейікші. Ана қазір бәрі жалқау, тек көруді ғана жақсы көреді, оқуды. Ерінде де оқу. Негізі көргеннен қарағанда сол оқыса көбірек білер еді, бірақ енді өкінішке орай анау Мағжан Жұмабаев атамыздың бір әдемі сөз бар, кінә менікі емес, бұзылған замандікі деп ана педагогика кітабын жазған кезде сөз арасына кетіп, сол секілді шынымен де қазір осы заманның кемшілігінде осы сұхбатты өз аузыңыздан осы сіздей тұлғалар тұрған кезде жаңағы Зейнеп Ахметов апамыз бар, Асылу Осман апамыз бар, өзі бір саусақпен санарлық өзі. Шешендік өнерді, сөздің жаңа түбін түсіріп сөйлейтін азаматтар некен саяқ. Сондықтан сіздердің осы көздеріңіз тірісінде өздеріңізді бағалап, құрметтеп, сіздердің жаңағы кітабыңыздың атауы секілді қазыналарыңызды
барынша пайдаланып халыққа жеткізу болып тұр біздің мақсатымыз. Енді аға, айта берсек, естір құлақ, көретін көз болса, әңгіме сізбен ол таң атқанша таң атыруға болады. Сондықтан сұрағымыз да өте көп, бірақ енді уақыт шектеулі. Мына қарап отырсам, уақыттың қалай өтіп кеткенде байқамай отырмыз. Сондықтан аға, сұхбатқа келгеніңізге көп рахмет. Көп жасаңыз. Жаңағы біреулер санымен айтып жатады ғой, бірақ санның ешқандай маңызы жоқ. Өміріңнің жаңағы қандай нәрсеге жұмсадың, сол маңызды деп жатады. Сондықтан да қанша жасасаңыз да Құдай тағала өміріңізге береке берсін. Әлі сіздің халыққа берер пайдаңыз көп. Сондықтан сол пайдаңыз әрқашан халыққа тие берсін. Сонымен құрметті көрермен, біз бүгінгі мына сұхбатымызды ағамызбен сүбелі сұхбат болды деп өте бір өзім есептеймін. Сондықтан құрметті көрерменде, сіздерден тек қана өтінеріміз осындай қазақтың рухын оятатын, жанын оятатын, елге, жерге баршасына пайдасы тигізетін осындай сұхбаттарды қолдап, пікір жазып, бөлісіп, мына подкастымыздың да аты көру керек деп аталады. Сондықтан бұл подкаст сұхбатты ойлаймын, әрбір қазақ көру керек. Таратыңыздар, бөлісіңіздер, пікір жазыңыздар. Және де келесіде осындай сұхбатымыз кіммен болған, қандай тақырыпта болғанын қаласаңыздар, пікірге жазып, керек десеңіздер осындай ағамызды тағы да шақырып, мынандай тақырыпта болса еген ізгі тілектеріңіз болса жаза кетіңіздер. Қош сау, аман болайық аға. Рахмет сізге. Көп аман, қош сау болыңыздар ағай. Жақсы.